Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті оқырмандарым, біз өздеріңізбен рухани қазыналар сапарымызды жалғастырып, бүгін Алланың көркем есімдерінің бірі Ар-Рауф, яғни аса жұмсақ, аса рахымды есімінің қазыналарына бірге үңілетін боламыз. Аллах тағала сәттілігін нәсіп етсін. Араб тілінде рауф сөзі ерекше нәзік, терең мейірімділік, жүректі жібітетін жұмсақ рахым мағынасын білдіреді. Әдетте бұл сөз билік иесі болғанымен өз құзырындағы жандарға шексіз мейірім көрсететін адамға қолданылған, яғни тілдік мағынасында. Әрине, Алланың мысалы өте биік. Аллаға қатысты бұл ұғымды ислам ғұламасы имам әл-Байхақи былай түсіндіреді. Ар-Рауф құлдарына жеңілдік беруші, оларды шамасынан тыс нәрсемен міндеттемейтін ұлы Раббы деп түсіндірген. Расында да Раббымыздың бізге бұйырған құлшылықтары оның ұлылығына сай болуы тиіс еді. Бірақ Алла аса Рауф, аса Рахим бізге біздің әлсіздігімізге сай күшіміз жететін құлшылықтарды ғана міндет етті. Өйткені адамзат Алланың ұлылығын толық өтеуге қауқарсыз, олар Алланы шынайы қадірлей алмады дейтін Құрандағы аят та осы. Алла тағала қасиетті кітабында өзінің Ар-Рауф есімін керемет бір аятта еске алып бізге былай дейді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Яума таджиду куллу нафсин бима амилат мин хойрин мухдара ва ма амилат мин суин тавадду лау анна байнаха ва байнаху амадан баида ва юхаззирукумуллаху нафса валлаху рауфун бил ибад. Сол күні әр жан жасаған жақсылығын да, жамандықтарын да алдынан табады. Жамандық жасаған жан сол өзінің жасаған істен алыста болуды қалайды. Алла сендерді өзіне тән азаптан сақтандырады. Әрине Алла құлдарына аса Рауф, өте жұмсақ деген сөз. Аллаху акбар. Адам жақсылықтарды көргенде өзінің көңілі қуанышқа толып, жүрегі тынышталады. Ал жамандықтарын көргенде адам өзін, яғни өзінің жамандығы мен өзінің арасын ажыратып алатындай алыстыққа қарай кетуді сұрайды екен. Субханалла. Міне осындай ұлы сахнаны Алла не үшін бұл аятта еске алады? Өйткені билік те, мейірім де, жүректердің тағдыры да тек оның ғана қолында, Ар-Рауфтың қолында. Ол құлдарына аса Рауф, аса мейірімді, жеңілдік қалаушы. Алла бізге өз мүлкін қызметкер етіп қойғаны да осы есіммен түсіндіріледі. Құранда тағы бір аятында былай дейді. Вал ан'ама халақаха лакум фиха дифу ва манафиу ва минха та'кулун ва лакум фиха жамалун хина турихуна ва хина тусрахун. Ал сендер үшін ол малдарды жаратты, ол сендер үшін төрттілік малдарды жаратты, оларда жылылық бар, түрлі пайда бар, олардан жейтіндерің бар, яғни тамақ қылатындарың бар. Оларды жайған кезде де, айдап келе жатқанда да көркіне сүйсінесіңдер. Олар сендерді ауыр жүктермен алыс жолдарға жеткізеді. Сендер бұл жерлерге өз күштеріңмен жете алмас едіңдер. Өйткені Алла құлдарына өте Рауф деп аяқтайды. Түйе, жылқы, есек, ежелгі арабтардың жалпы жер бетіндегі адамзаттың шаршаған жолаушысы мен жүгін мыңдаған шақырымға жеткізетін тірегі болды. Бірақ бұл олардың өзі қалағандықтан емес, бұл Ар-Рауф Алланың әмірі болатын. Себебі Алла патша әрі Ар-Рауф шексіз мейірімі мен оларды адамға қызмет етуге бағындырған. Ал жүректі бағындыру да оның Рауф есімінің көрінісі. Алла тағала былай дейді Құранда. Сосын Алла олардың тәубесін қабыл етті, оларды тәубеге келтірді. Шынында ол оларға аса Рауф әрі Рахим деді. Адам күнә жасағанда жүрек ләззатқа байланады. Бірақ Рауф әрі Рахим Раббымыз жүректі өз жағына қарай бұрып, күнәдан қашып, Аллаға қарай жүгіруге күш береді. Осылайша қамқор Алла, Рауф Алла жүрегімізді өзіне байлап, иманға қарай жетелейді. Құрметті оқырмандар, сондықтан Алланың Ар-Рауф есімін танып қана қоймай, одан осы есімнің көрінісі өзімізге де нәсіп етуін сұрауымыз қажет. Біз одан жүректерімізді кірден тазартуды өтінеміз. Құранда иман иелерінің дұғасы былай келтіріледі. Раббымыз бізге және бізден бұрын иман келтірген бауырларымызға кешірім бере көрші. Жүрегімізге иман келтіргендерге қарсы өшпенділік сала көрмеші. Раббымыз, расында сен аса Рауф, аса Рахимсің деп керемет иман иелерінің дұғаларын Құранға қосқан еді. Біз де бұл дұғаны жаттап өмірімізде оқып жүруіміз керек.
және тағы да бір дұғада уа Раббым, бұл жүректер сенің иелігіңде, оларды кірден, кек пен өшпенділіктен тазарта көрші деп сұраймыз дейді. Міне, сөйтіп біз Аллаға жақындау жолында өзгелерге қызғанышпен емес, сүйіспеншілікпен қараймыз. Біреу Аллаға бізден жақын болса, оған өкпе емес, үлгі ретінде қарауымыз қажет. Алла тағала сондай-ақ бізге мынаны үйретеді. Осы Ар-Рауф есімі арқылы адамның ең кішкентай құрбандығының өзі Алланың құзырында ұлы болып жазылады. Құранда осыған байланысты аятта Аллах тағала бізге ғибрат беріп, былай деп айтқан еді. Адамдардың арасында Алланың разылығын алу үшін өзін, яғни жанын арнайтындар бар, ал Алла құлдарына аса рауф деп аяқтайды. Ең кіші амалыңның өзі қиямет күнінде сені пайғамбарлар, әулиелер және шейіттердің қасына жеткізіп қою мүмкін. Өйткені Раббымыз аса рауф, өте жұмсақ, жеңілдік қалаушы. Бірақ Алланың құлдарына көрсеткен осы Ар-Рауф есімен көрсеткен мейірімі біз бен сізді немқұрайдылыққа итермеуі тиіс. Алланың мысалы жоғары, дегенмен біз түсінуіміз үшін бір мысал берейік. Мейірімді досыңды тым жұмсақ деп пайдаланып кететін адамдар сияқты болмауымыз керек. Алла одан сақтасын. Алла тағала Құранда бізге былай ескертеді. Жамандық жасаушылар Алланың қаһарынан аманбыз деп ойлай ма? Ол жерді опырып жібермес пе еді? Не күтпеген жерден азап келмес пе еді? Не оларды жолдарында жүріп жатқан жерлерінде шап беріп күнәлар үшін ұстамас пе еді? Расында Раббың бірақ оларға аса рауф және өте мейірімді деген. Ар-Рауф есімінің, құрметті оқырмандар, бізге тән көрінісі, яғни адамдарға мейірімді болумен көрінеді екен. Ал Алланың рахымын бойға сіңіру адамдарға жұмсақ, жомарт, жүректі болумен көрініс табады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өмірі осы сипаттың жарқын айнасы, жарқын көрінісі, мысалы болады. Расында сендерге өз араларыңнан бір пайғамбар келді, сендердің қиналуларың оған ауыр тиеді. Ол сендерге өте жанашыр, аса рауф және аса рахим деп пайғамбарымызды да осындай керемет сипатпен сипаттаған Раббысының өзі Аллах тағала. Міне, қиямет күні Алла пайғамбарымызға шафағат ету құқығын береді. Жәннаттағы ең жоғары мәртебесінде тұрса да, ол үмметі толық кешірілгенше тыныштық таппайды. Субханалла. Әли радиаллаху анхудан жеткен мынандай хабар бар. Алланың елшісі үмметінің бір адамы тозақта тұрса, өзі қалай разы болсын деп айтқан. Бұл пайғамбарымыздың жүрегіндегі шексіз рахымның, рауф сифатының дәлелі еді. Ар-Рауф көріністерінің бірі ең кішкентай еңбекті қадірлеу. Мәселен, пайғамбарымыздың өміріне мысал келтіретін болсақ, Құбыла ең бірінші Әл-Ақса мешіті тарапқа қарады. Әл-Ақса мешіті тараптан Қағбаға қарай Құбыла ауысқан кезде сахабалар бұрын Әл-Ақса мешітіне қарай намаз оқып, сол күйі дүние салған бауырларымыздың амалдары не болады екен деп пайғамбарымыздан сұрайды. Сонда Аллах тағала Құранда сахабалардың осы уайымына жауап беріп, Алла сендердің имандарыңды, яғни намаздарыңды зая қылмайды, өйткені Алла адамдарға аса рауф және аса рахим деген. Осы жерде Аллах тағала намазды иман деп айтты. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям мейірімділігінің, яғни рауф сифатының тағы бір көрінісіне мына оқиғаны келтірсек. Туфайл ибн Амр ад-Дауси өз тайпасына иманға шақырып барды, бірақ олар қарсы шықты. Ал Туфайл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, уа Расулалла, Дәус тайпасы қарсы келді, оларға қарғыс айтып дұға жасаңызшы дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолын көтерді. Туфайл ойлады, пайғамбарымыз қарғыс жасайын деп тұр деп. Бірақ пайғамбарымыз Ар-Рауф, Алладан үйренген пайғамбарымыз, уа Алла, Дәус тайпасын тура жолға сала көр, оларды маған алып келе көр деп дұға жасайды. Ла илаха иллаллах. Сосын Туфайлға, оларға қайта бар, оларды жұмсақтықпен шақыр дінге деді. Ол Туфайл қайтадан барып өзінің қауымына оларды дінге шақырып жүріп, ақыры 70-80 үйлі адамды ертіп Мәдинаға алып келді. Сол тайпадан кейіннен әлемге әйгілі пайғамбарымыздың хадистерін жеткізудегі бірінші орынға шыққан ең ұлы білімді сахабалардың бірі Абу Хурайра шықты. Бұл пайғамбарымыздың рахымының берекесі, пайғамбарымыздың дұғасының берекесі еді. Осы ойларымызды қорытындылай келе, Ар-Рауф сипатына ұқсап әрекет ету, жүрекке мейірім қондыру, адамдарға жанашыр болу, өз қолыңдағы билікті жұмсақтықпен пайдалану, пайғамбарымыздың жолы осындай деп түйіндегіміз келеді. Раббымыз бізді өз рахымыңмен тәрбиелеп, жүрегімізді жұмсарт, мейірімге толтыр. Аса рауф, аса рахим болған Раббымыз, біз саған сыйынамыз деп дұға жасағымыз келеді. Енді құрметті оқырмандарым, Ар-Рауф есімінен Аллах тағаланың қандай амалдар шығады екен, соған назар аударып көрейік. Ең бірінші амал
Раббыңның саған көрсеткен рахымын жүректе еске алу. Яғни Алла бізге ауыр міндет жүктемейді, әлсіздігімізді түсінеді және сол әлсіздігімізді ескеріп бұйырады. Бұдан шығатын амал күнде бір рет Алла бүгін маған қандай рахым жасады деп ойланыңыз. Бұл жүрегіңізді шүкірлік пен тыныштыққа толтырады. Екінші амал Алладан жүректі жұмсартуды сұрау. Алла жүректердің иесі. Сондықтан бәріміз мына дұғаны жасасақ, уа Раббым, сен аса рауфсың, аса рахимсың, жүректерімізді кек пен өшпенділіктен тазартшы деп дұға жасау. Үшінші амал адамдарға жұмсақ болу. Ар-Рауф есімінің көрінісі де осы болмақ. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мінезі мейірім мен жұмсақтық еді. Біз де осы есімнен, Аллахтың және пайғамбарымыздың осы мінезінен мынандай амал аламыз. Біреудің қателігін көрсеңіз, қатаң сынамай, жеңіл жолмен түсіндіріңіз. Кішкентай жақсылық жасаған адамны шын жүректен мақтаңыз. Төртінші амал Алла құлдарына берген жеңілдіктерді пайдалану. Оразаның, намаздың, зекеттің жеңілдіктері Алланың Рауф есімі, Рауф сифаты. Бұдан шығатын амал сапарда намазды, парыздарды қысқартуымыз. Төсек тартып жатқанда ишарамен намаз оқуымыз, мейірімнің белгісі екенін түсініп, соны қабылдау. Және бесіншісі, сынақ кезінде Алланың рахымын ойлау. Адам қиындыққа түссе, Раббымыздың ең жұмсақ мейірімі дәл сол жерде жасырын тұрғандығын есінен шығарып алады. Ал біз осы Алланың есімін танып отқаннан кейін есімізден шығармауымыз керек. Бұдан шығатын амал сынақ келгенде, «О Раббым, менімен жұмсақ болшы, сен аса рауфсың, аса рахимсың» деп дұға сұрау сынақ кезінде. Алтыншы амал адамдардың кішкентай кемшіліктерін кешіру. Майда-шүйда кемшіліктерді кешіру. Ар-Рауф есімінің құл үшін, адам үшін көрінісі адамдардың әлсіздігін түсіну. Үйдегі, жұмыстағы, достар арасындағы ұсақ кемшіліктерді көруден бас тартыңыз. Жетінші, қол астындағыларға жеңілдік жасау амалы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құлдарға ауыр тапсырма бермеуді бұйырған еді. Бұдан шығатын амал, егер сен бір топты немесе отбасын, жұмысты басқарып жүрсеңіз, талаптарды жеңілдетіңіз. Сегізінші амал, өзіңе де жеңілдік беру. Бұл қандай амал? Алла бізге, өз денемізге, жанымызға рахымды қарауды бұйырды. Субханалла. Ал бұдан шығатын амал, түнімен ұйықтамай, құлшылық қылуды мәжбүрлемеу өзімізге. Өзіңді шамадан тыс айыптамай, Алланың рахымына үміттену. Қорқу керек және үмітте үзілмеу керек. Тоғызыншы, жақсылық үшін ең кіші амалдарды да бағалау. Алла ең кішкентай амалды да ұлғайтып сауабын жазушы. Бұдан біздің алатын амалымыз күлімдеу, жылы сөз, лайықты кеңес беру. Осының барлығы кішкентай болса да үлкен сауаптарға кенелтуі бек ләзім. Сондықтан бізде кішкентай амалдың өзін кішкентай деп көрмейік. Оныншы амал, біреудің түзелгенін көрсе қуана білу. Ар-Рауф Алланың сифаты құлдарды тура жолға салиқалықпен итермелеу. Бұдан шығатын амал, кез келген адам жақсылыққа қадам жасаса, оны қолдау, қызғанбау, ренжімеу, қуана білу. Біреу намаз бастадым десе, қуаныңыз. 11-ші амал, басқаларды жұмсақтықпен тура жолға шақыру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дұшпандық көрсеткен тайпаларға да қарғыс емес, тура жол тілеген. Біреуді жақсылыққа шақырғанда қатты емес, жұмсақ сөзді қолдану, мейірім мен кеңес беруді әдетке айналдырайық. Және 12-ші амал, құрбаншылықты кіші болса да шынайы ниетпен жасау. Алланың жолындағы. Алла адамнан үлкенді емес, шынайы ниетті қалайды. Сондықтан біз әрдайым бір адамның жүгін көтеру, бір адамды тыңдау, бір тиын садақа болса да бәрі Алланың Рауф сифаты арқылы үлкейетіндігін ескеріп, біз тараптан тек осындай амалдар кіші болса да тоқтамау қажет. Қорытындылай қысқаша айтқанда, жеңілдетіңіз, ауырлатпаңыз, мейірімді болыңыз, қаталдықты азайтыңыз, жүректі жұмсартатын дұғаларды көп айтыңыз, адамдардың кемшілігін кешіре біліңіз, Алланың рахымын үнемі еске алыңыз. Құрметті оқырмандарым, біз өздеріңізбенен Алланың көркем есімдерінің қазыналарының ішінде жасырын жатқан Алланың Ар-Рауф деген керемет есіміменен таныстық. Осы есімнің білімін, нұрын, амалын Аллах Тағала баршамыздың жүректерімізге нәсіп етсін. Амалдарын жасауда Ар-Рауф Алла өзі жеңілдік пен сәттілігін салып, өзінен қазынасынан кеңшілігін нәсіп етсін. Осы Ар-Рауф Алланың есімінің ішіне жасырылған білімдерді
айналаңыздағы таныстарыңызбен, туысқандарыңызбен де бөлісіңіз. Олар да өзінің сондай керемет Раббысын тануға себеп болыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.